факторларының өзара әрекетінің нәтижесі. Сабағымыздың мақсаты өсімдіктер мен жануарлардағы бейімделушіліктің түрлерінен мысалдар келтіріп, бейімделушіліктің табиғи сұрыпталу әрекетінің нәтижесі екендігінен студенттерге толық мағлұмат беру. Күтілетін нәтиже бейімделушіліктің мағынасын біледі, бейімделушілік ағзаның белгілі бір ортаға тірі қалу үшін бейімделу екенін түсінеді. Бейімделушілік түрлері үшке жіктеледі екен. Бүркеніш рең, оның өзі төртке жіктеледі: сақтандырушы рең, қызықтырушы рең, еліктірушы рең және де қауіп төндіруші рең. Екіншісі физиологиялық бейімделу және де ұрпағына қамқорлық. Бүркеніш немесе жасырушы рең, организмдердің түсінің сыртқы ортаға ұқсас болуы. Ал балалар, мына жерде мұқият қарап, жануарларды тауып көріңіздерші. Айналадағы, болмаса қоршаған ортадағы заттарға өте ұқсас. Қызықтырушы рең. Жайшылықта реңдері тіршілік ету ортасына ұқсас болғанымен, көбейер кезінде пайдалы. Сақтандырушы рең. Реңдері ашық, бірден көзге түсетін, есте сақталып қалатындай айқын түсті болып келеді екен. Мимикрия. Өсімдіктер мен жануарлардың табиғаттағы белгілі бір өлі затына және организмдерге еліктеуі немесе еліктеуіш рең. Қарап отырсаңыздар, ақ көбелектің жапыраққа ұқсас болуы. Жыртқыш өсімдіктер артық көлемде қор заттарын жинайды екен. Мысалы, непентес өсімдігі. Улы өсімдіктер мен жануарлар өздерінің улы екендіктерін білдіріп отырады екен. Иіс шығару арқылы, болмаса қосымша денесінен бөліктерін көтеру арқылы. Ұрпағына қамқорлық. Көптеген жануарлар өз ұрпақтарына өмір бойы немесе үнемі, болмаса өскенше қамқорлық жасайды екен. Бейімделушілік табиғи сұрыпталу нәтижесі. Табиғатта тіршілік жағдайларына мүлдем бейімделген түрлер жоқ, көбіне салыстырмалы сипатта болады. Организмдердің тіршілік ортасына түрліше бейімделуіне себепші ол сұрыптау екен. Табиғаттың өлі заттарына және тірі организмдеріне еліктеу өздігінен қорғана алмайтын, баяу қозғалатын, дәрменсіз организмдердің бейімделушілігі болып табылады екен. Ал балалар, мынау сіздерге, егер тақырып түсінікті болған болса, сіздерге арналған тапсырмалар. Келтірілген мысалдар бүркеніш реңнің қай түріне жататынын әрқайсының тұсындағы тор көздерге бас әріппен белгілеңдер. ТQ сақтандырушы рең, КZ қызықтырғыш рең, КT қауіп төндіруші рең, EK еліктеуші рең. Мысалы, қанқыз бұл сақтандырушы реңге жатады екен. Бос орынды толтыр. Дегеніміз, тірі ағзалардың қоршаған орта жағдайларында, құбылысында, мінез-құлқында, физиологиясында тірі қалуды жоғарылататын ерекшеліктерді иемдену қасиеті. Бейімделушілік дегеніміз, тірі ағзалардың қоршаған ортаға, нақтылы жағдайларына, құбылысында, мінез-құлқы мен физиологиясында тірі қалуды жоғарылататын ерекшеліктерді иемдену қасиеті. Яғни сіздер, балалар, басқа бос орындарға сөздерді қоя отырып, сөйлемді аяқтайсыздар. Рефлексия пирамидасы. Есте қалған бір маңызды мәлімет. Менің көбірек білгім келген 2 мәлімет. Мен білген 3 мәлімет, мен үйренген 4 мәлімет. Назарларыңызға рахмет.
Балалар келесі